Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай тауық етінен диеталық котлет жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Ол үшін бізге езілген тауықтың еті 150 граммдай, 2 сарымсақ, 2 пияз қажет болады. Пияз бен сарымсақты ет жеккіштен өткізіп аламыз. Мына жерде мен сіздерге көрсеткен, ол менде күріш ұны. Сіздер нан қоссаңыздар да болады. Мен диеталық болған үшін мен осындай күріш ұнын пайдаландым. Енді езілген пиязымызды, күріш ұнын, қара бұрышымызды, тұзымызды және кептірілген ас көкпен ақ желкемізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кептірілген көк шөптердің орнына балғын көк шөпті қолдансаңыздар болады. Тауық етінен жасалған котлет өте сіңімді, әрі балалар өте сүйсініп жейді. Сіздер жасап көрсеңіздер болады. Пергамент төселген табаға енді котлетімізді осындай пішіндес етіп қойып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша котлеттің үлкендігін жасап көрсеңіздер болады. Мен осындай пішіндес етіп жасадым, кішкене етіп, өйткені балалардың жеуіне ыңғайлы болады. Мінекей барлығын жасап бітіріп қалдық. Енді осы жасалған котлетімізді 200 дәрежеде қызып тұрған пешімізге 25-30 минуттай бетін жаппай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің котлетіміз пісті. Иісі өте керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Кейде отбасымыз осындай жеңіл тамақтарды жегілер келіп тұрады. Сол кезде осылай жасап берсеңіздер болады. Достар, егер видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария жаза кетіңіздер. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, котлеттің жанына мен суға пісірілген күрішті қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қойсаңыздар болады. Енді котлеттің дәмін айтып жеткізу қиын. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.